Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. 15-ші жаттығу тыңда. Тақырып пен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжа. Балалар, тақырыбы мәтіннің торғай екені, ал суретке қарасақ, бүрісіп отырған торғайды көреміз және де атайды көреміз. Яғни, бұл мәтіннің мазмұны осы торғай туралы болуы әбден мүмкін. Олай болса, мәтінімізді оқып көрейік. Торғай. Ерте тұрған Омар атай бақшаны аралап келе жатты. Ол жусанның ығында бүрісіп отырған бір торғайды көрді. Өзіне әбден жаңбыр өткен. Торғай Омар атайға жасқана қарады. Әрі тоңған, әрі қорыққан кішкене құс қалшылдап тұр. Омар атай торғайды үйіне әкелді. Алдына ыдысқа салып жем әкеп қойды. Торғай жемді жемеді. Атай оның себебін сезіп, сыртқа шығып кетті. Сәлден кейін терезеден сығаласа, торғай жемді жеп жатыр екен. Үсті де кеуіпті. Балалар, мәтіннің авторы Нығмет Ғабидуллин. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: бақшаны кім аралап келе жатты? Бақшаны атай аралап келе жатты. Ол нені көрді? Ол қалшылдап тоңған, өзі қатты қорыққан торғайды көрді. Торғай неліктен Омар атайға жалтақтап қарай берді? Себебі балалар, торғай қатты қорқып қалған, және де тоңып қалған. Сондықтан да ол қорыққандықтан атайдан да сескеніп, атайға қайта-қайта жалтақтап қарай берді. Төртінші сұрақ балалар: оқиға жылдың қай мезгілінде болған деп ойлайсың? Оны неден байқадың? Балалар, торғай жаңағы жаураған, үсті су деді. Яғни бұл жаңағы жылдың күз мезгілінде, яғни күзде болған болу керек. Себебі күзде бізде көп жаңбырлар жауады және де күн салқын болады. Сондықтан да бұл күз мезгілі деп ойлаймын. Әр сұрақтың жауабы болатын сөздерден тірек сөздер қатарын құр дейді. Балалар, бұл мәтіндегі тірек сөздер мыналар: Омар атай, торғай, тоңған, қорыққан, жаңбыр деген сөздер тірек сөздер болып табылады. Келесі 16-шы жаттығуға назар аударыңыздар. 16-шы тапсырма: тыйым сөздерді көшіріп жаз. Ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Балапан шығарған құсты атпайды. Балалар, алдымен осы тыйым сөздерді көшіріп жазып алыңыздар. Осы тыйым сөздерге байланысты өз ойыңмен бөліс. Дәлелдеуіңде өйткені, себебі, сондықтан сөздерін пайдалан. Балалар, ауыл жанындағы суда жүзіп жүрген құсты атуға болмайды. Өйткені ол табиғаттың әдемілігін арттырады және де судағы зиянды құрттарды жейді. Балапан шығарған құсты атпайды. Себебі ол балапандарын асырауы керек. Сондықтан құстарға қамқор болып, оларды қорғау біздің міндетіміз. Келесі тапсырма: шығармашылық үзіліс. 17-ші тапсырма: орны ауысып кеткен ертегі бөліктерін қалпына келтір. Ертегінің аты Қоян. Балалар, бұл жерде бөліктердің орындары ауысқан. Бірінші бөлік: міне, қоян күндегі әдеті бойынша ініне қашып кіреді. Әркім қуа бергеніне қорланып, ол қатты забылады. Мен көрінген нәрседен сескенем, бүйтіп әркімнен бір қорқып жүргенше тезірек аулаққа кетіп қалайын деп тұра кеп жөнеледі. Бұл бөлік мінекей балалар, ертегінің бірінші бөлігі. Екінші бөлігі: су бойында жайылып жатқан қойлар қастарынан зымырап өте шыққан қояннан үркіп, тас-талқан болып қашады. Сонда қоян ойланып, менен де қорқатын хайуанаттар бар екен-ау, деп көңілі орнына түседі. Кетпей қайтадан ініне оралады. Балалар, мінекей бұл ертегі осылай аяқталуы керек. Енді ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақалды тауып жаз дейді. Балалар, ертегідегі негізгі ойға сәйкес келетін мақал ол қорыққанға қос көрінер деген мақал. Олай болса, келесі 18-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Өлеңді түсініп оқы, сұраққа жауап бер. Қанша сәбіз еді?
Біздің үйде көжек көп, іштерінде өжет көп, әсіресе бес көжек, маған нағыз дос көжек. Бес көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан, бір сәбізім соңында қалып қойды қолымда. Сәбізімді әуелгі санап берші, ал енді. Балалар, өлеңнің авторы Сұлтан Қалиев. Енді балалар жұмбақтың жауабын шешейік. Бұл жерде не дейді? Бес көжекке достасқан, сәбіз бердім қос-қостан дейді. Яғни бес көжекке екі-екіден сәбіз бергенде 10 сәбіз болады. Бір сәбізіміз соңында қалып қойды қолында дейді. Яғни қолында бір сәбіз қалды. Яғни 10-ға 1-ді қоссақ, 11 болады. Яғни 11 сәбіз болған екен. Енді балалар осы өлеңге байланысты сұраққа жауап берейік. Көжек, өжет сөздерінің мағынасын сөздіктерден тауып оқы дейді. Балалар, көжек ол қоянның баласын айтамыз, ал өжет дегеніміз ол батыл, қорықпайтын, алға ұмтылатын деген мағынаны береді. Яғни балалар, көжек жануардың төлі, ал өжет адамның мінез құлқын сипаттайтын жақсы қасиеті. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.